Мен Нағашыбаева Назира Болатбекқызы, нөмір 73 орта мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Аудандық мультимедиалық жобалар арасында қатар құрдастарыма жаңа ақпараттық технологиялардың бір мүмкіндігін көрсеткім келеді. Қазіргі ұялы телефонға қызығушылық артып отырған кезеңде анимациялық мультфильм құрастыру арқылы адамгершілік қағидаларын түсіндіргім келеді. Назарларыңызға ақыл мен білім ертегісін ұсынамын. Ертеде ақыл мен білім деген екі дос болған екен. Балалар екеуміздің қайсымызды керек етеді екен, мына баладан сұрайық дейді. Балақай, саған білім керек пе, әлде ақыл керек пе деп сұраған кезде бала: мен күнде екілік аламын, ата-анамнан сол үшін де таяқ жеп бұрышқа тұрамын. Маған ең бірінші білім керек, менің басыма кірші, білімді қылшы деп жалынды. Білім ойланып, жарайды, егер шешкенің осы болса деп баланың басына қонады. Сол күннен бастап әлгі бала сабақтан күнде 5-тік алып қайтады. Ата-анасы аң-таң: бұл қалай болғаны, біздің бала үйде мүлдем кітаптың бетін ашпайды. Ал күнделігі болса 4 пен 5. Мүмкін мұғалімнің түсіндіргенін оқып айтатын да болар деген болжам жасайды. Достары да қалайша ол күнде 2-ден көз ашпайтын, енді 5-тікке қалай қолы оңай жетті деп таң қалады. Күндердің бір күнінде көшеде кетіп бара жатқан балдақты қария аяғы тайып кетіп құлап қалады. Бала оған мән бермей өз бетімен ойнап отыра береді. Ал жанындағы балалар қарияны қоршап көмектеседі. Келесі күннің бірінде бір әже баланың қасына барып: балам, ақшам 60 теңгеге жеткілікті ме, санап берші, автобусқа мінуім керек еді дейді. Бала әжейдің ақшасының ешбірін санамай 100 теңге ұстата салады. Содан үйге келгесін кешкісін ұйықтап жатқан баланың басына қонған білім ақылды шақырып: ақылмен шаршадым, мына бала мені басына қондырып білімін арттырады ма десем, санасыз екен, әр істі оймен ақылмен шешіп орындамайды екен. Ақымақ баланы бірден білімді ете алмаймын, ол білімге оңайлықпен еңбектенбей қол жеткізе алмайды. Дереу сенің көмегің керек деп орын алмастыруға шақырады. Таңертеңгісін бала тамақтанып отырып, әдепті сөйлеп, үлкендерге көмектесіп, алғыс сөздер естіпті. Ақылды болып жұмыстанып, сонда ғана білімге қол жеткізетінін ұғыныпты. Ақыл білімнен жоғары деген рас екен.